ерекшелікте Арктика орналасқан. Ал уақыттың есіне байланысты Үнді мұхиты оңтүстік жарты шарда. Азия, Африка, Австралияны Ауданы 76,2 километр куб. Үнді мұхитына Арабия теңізі және Қызыл теңіз жатады. Ал шығанағы Бенгал және Обен жатады. Осының бәрі кескін картаға неғып келеміз? Ағарай әдісіміз қысқа интервью әдісі, балалар, интервью әдісінде балалар, жалпы мұхит, мұхит біздің неміз су, айнамыз, айна ресурстары бар. Мұхитты немен ластанады? Мұнаймен, радиоактивті заттармен және пластиктермен ластанады. Және де мұхиттың ластануының нәтижесінде мұхит өзінің тазарту әдісінен мөлшерінен азайып бара жатыр. Сондықтан ол тірі организмдердің көбеюіне немесе азаюына әсер етеді. Мысалы, Австралияда 1989 Канзада Уильям түбегінде үлкен мұнайдың төгілуі Ол бәрі ең осыдан осы проблемадан шығу үшін не істеу керек? Қандай проблемалар бар ұсынып атқан? Не істеу керек? Проблемалар үшін қоқыстардан пластикалық немесе пакет солардан құтылу үшін соны тазарту ыдыстарын орнату керек. дұрыс. Не болса? Қазіргі кезде дүниежүзілік мұхитта кемелер жүзіп жатқандықтан, ол жерде кемелерді жөндеу үшін базалар орнатылған, ал суды тазарту үшін полустар орнатылған көптеген. Жарайды. Ал енді балалар, Қайсар, тобыңда оқушы, айтып неше кімдер бар? Жайлау Абылайхан жарты сұрақта Джексо класс интервью әдісінде қатысып, Есебек Дидар Джексо және интервью әдісінде Неше бар? Екі балалар, мынандай. Асан Дана Қайсар қалыптасу шубалы, балалар.